Исаның су бетімен жүріп, шәкірттеріне көмекке келуі. Кешке Исаның шәкірттері көл жағасында ылдилап барды. Сол жерде бір қайыққа мініп, көлдің батыс жағасындағы Қапернаумға қарай бет алды. Қараңғы түскен кез еді, ал Иса оларға әлі келген жоқ болатын. Сонда қатты жел соғып, көлдің астан кестені шығып, толқи бастады. Шәкірттер 5-6 шақырымдай қайықпен жүргеннен кейін, кенеттен көл бетімен жаяу жүріп, қайыққа таяп қалған Исаны көрді. Олар қорқып кетті. Ал Иса, қорықпаңдар, келе жатқан менмін ғой, деп көңілдерін орнықтырды. Сонда шәкірттер оны қайыққа мінгізіп азғылары келді. Сол сәтте қайғылар бет алған жағаға жетіп қалды. Жахон 6-шы тарау 16-21 аятқа дейін. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.